Барлығы мынау қалай болсын? Барлығыңызға ассалаумағалейкум. Келе жатқан жаңа жылымыз құтты, берекелі болсын. Мынау айтып жатқан мәселе осы, әкім мырза. Біз халық болып өзіміз көже тасалауға дайынбыз. Дұрыс па? Халық болып. Бау егуге, ағаштар егуге. Сәке мен сізге айттым, дұрыс па? Біз көшені бір орысшалап айтқанда да, қазақшалап айтқанда үлгілі көше істеу керек те, показательно. Родина сияқты демекшіміз да. Өзіміз қимылдап. Бізге мұсырды көрдіңіздер, мұсыр таситындар. Әкем, мен кеше звонить еттім, саған аман. Сен анауың бар, попрощай. Үйге келеді де ақша сұрайды. Мұсырдың істеп жүрген кісілер, ананың істеп жүрген кісілер. Үйден ақша сұрайды бізде. Мен айналамның бәрін тазалап жөніп әкеп қоям, әкетпеймін. Біз бошканың ішінде біреу бар ма, біреуін әкетеміз дейді. Мұны бошка сыймайды ғой. Мен айналамды тазалап аламын. Мағыл соны әкетпейді. Бір, мен кеше де звонить етіп айттым. Міне, көшеміз содан кейін. Әкім мырза сізге мынау көшені жазымен менде видео фиксацияның бәрі бар. Мен әлі жинап жүрмін, бұл жақсы жерге апармайды. Ананың көше сыпыратында, сыпыратта, сәлер кісіні апарып жерге сатады да, қайдадан шығып кетеді. Кім әкім мырза сен оны жақсы білесің. Көшенің ортасын сыпыратта, сәлер кісіні апарып сатады да, қайтып шығып кетеді. Содан кейін біз дәу машинаны қашан тоқтатамыз? Біз сол дәу машина үшін солар ақша тапсын, солар не тапсын деп салдық қойшы жолды. Жоқ, біз бала шағамыз өсіп келе жатқан ұрпаққа салдық. Маған керек жоқ. Мен ары кетпесем бері кетпеймін. Мен бала шағама деп немерелеріме деп салдық. Сол жолды дәу машинаны қашан тоқтатасыңдар? Айтшы, қашан тоқтатасыңдар? Мектептің айналасын кіруге невозможно ғой, айтшы. Өзің көрдің ғой, рас па деп қой, шынды. Дәу машиналар 80, 90, 120 тоннамен өтеді. Асфальт деген ойып кеткен үшін. Кеше ғана біткен асфальт па? Дұрыс па? Жоқ, өтірік болсайшы, Данияраға өтірік айтып болсын. Бұл қашан тоқтатасыңдар? Сендер тоқтатып, соның бәрін тазалап беріңдерші. Ағашты, алманы, суғару, әр үйге 2 шелек судан өздері су қарады. Біз Родинамен артықты жібереміз сол көшені. Родина сол басқа планетада емес қой, Қазақстанның жерінде ғой. Бұл қашанғы біз біреуге жалпақтай береміз. Біз бір-бірімізді жамандағанша соны жұмыс істейік та. Біздің мәселе солақ. Көшемізді реттеп бер. Мұсыр жаңағы қоқыс тазалайтын көлігімізді туралап бер. Суымыз, свет бұл күніге өшеді. Әкім мырза, бұл свет не болды? Өткенде 15 күн деп еді, 2 ай өтті ғой. Достамбек мырза, не болды біздің светіміз? Сіз болдыңыз ба? Сразу жауап беріңіз. Болды. Жақсы орнап отырмыз, қазір жауап береміз. Свет, су туралы жауап береміз. Қазір ескерілген базалардың дұрыс сақсын жауап береді. Сосын свет, су туралы айтып береміз, жауап береміз. Қоқыс туралы Жоқ, не болды? Қоқыс не болды? Қоқыс туралы біздегі жекеменшік қазір. Әрбір ауданнан жинап жүр. Қасында білесіңіз, 2-3 мыңға байланысты. Ол жекеменшік ол қазір істеп жүр. Бізде полигон бізде жабық, білесіз. Басқа тариф бар бізде. Тариф деген бар бізде, который маслихатпен неткен. Ол 280 теңге. Ол тарифқа ешкім қазір шықпайды. Қаланың бағасы білесіз, адам сайын 670 теңге. Конкурс өткізген кезде шықпайды. Негізі бізде полигон жоқ. Онда сортировка болмаса, сол бағасыға түсіп тұр. Енді ол шешім өзі бірінші жыл емес, жылдан жай көтеріліп келатыр. Енді қазір жаңадан бастап тарифті көтеруге нетеміз, тырысамыз. Сол кезде уже конкурс ашып, қаладан келетіндер болса қатынасқа болады. Сол кезде шешіледі деп ойлаймын. Жай қазір онаны жауып тастасақ полигонды, уже шығаратын қоқыс вообще мүмкіндік болмай тұр. Енді мына ең күрделі сұрақ болып тұр бұнда мына. Менің келінімде, екі келінімде оралмандар деп айтайын. Бауырлар да, оралман жағын келін. Екеуі де орысша түсінбейді. Поликлиника барса, қарап тұрмын. Мынау біздің жаңадан ашқан поликлиника. Мына врачтың өзін айттым, главврач бар ма? Мынаусын айттым мен. Сөйтсем айтады, біздің құзырымыз жүрмейді дейді. Ол дейді басқа мемлекеттен келген дейді. Сондай түсіндіріп отыр да. Ол поликлиника частный дейді.
Қалай мен сонда менің балдарым қайға баруым керек, а? Мен Россияға барып орысша сөйлесем маған айтады ғой, ты че, баран говоришь деп айтады ғой. Мен 280 адамның ішінде жұмыс істегем. Орыстың ішінде қазақша сөйлеп тұрмын ғой. Ол шешуге бола ма? Кешіріңіз, маған түсіндім сіздің сұрағыңызды. Жаман жаныма қатар, мен келіндерін өзім алып барам, алып келіндерін жетекте өзім алып барам. Анау қырсық ана жерде отырған, жауап бермейді. Білесің, Шерғал, оны да білесің. Осы сөзді де көтерген. Оны шешетін нәрсе ол. Ағай, оның бәрі расында шешетін нәрсе ғой. Кижот Кылыш.